Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен екі ағзаттан балмұздақ үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Яғни мен екі түрлі балмұздақ жасаудың рецептін көрсететін боламын. Видеоны өткізбей мұқият қараңыздар. Ең алдымен бізге осылай 2 штук банан қажет болады. Мен көптеу жасау үшін және банан кішілеу болғандықтан 3 штук банан алдым. Енді осыны барлығын майдалап турап шығамыз. Майдалап турап алған банандарды дәл осылай тақтайшаларға жайып, бұны морозильникте сақтаймыз. Морозильникте қатқанға дейін ұстап, сосын қатқан банандарымызды қазір енді блендерде өткізіп майдалап езетін боламыз. Міне банандар дайын болды. Енді осыны блендерге саламыз. Блендерге салып алған соң бізге 150 грамдай сүт қажет болады. Соған 2 шай қасықтай шекер салдым. Шекерді жақсылап араластырамыз. Егер қатты тәтті болсын десеңіздер, шекерді көптеу саласыздар. Мен қазір құрамына шоколад салатын болғандықтан шекерді көп салған жоқпын. Енді осы сүтті құйып, қазір блендерге айналдыратын боламыз. Мінекей, сүтті көп құймаңыздар, қараңыздаршы, осындай болу керек. Жақсылап бір қалыпты массаға келгенге дейін блендермен езіп алатын боламыз. Мінекей, қараңыздаршы, өзі қатты мұздай банан мен сүт араласып осылай масса келді. Міне қоюлығын көрдіңіздер ме? Уже мороженое дайын. Кәдімгі құйма мороженое секілді дайын. Бұны қатырмай осылай күйінде де қолдануға болады. Құйма мороженое секілді болып шықты. Егер бұны өз формасын ұстап тұрсын десеңіздер, тағы да морозильникке қойып қатырасыздар. Енді өздеріңіз қалауларыңызша осылай кез келген шоколадты майдалап, ұсақтап турап, арасына қос жерсеңіздер болады, қоспасаңыздар да болады. Міне шоколадты араластырып, енді осыны кез келген формаға салып, морозильникке сақтайсыздар да, қатқан соң алып, кәдімгі балмұздақ болып дайын болады. Сұйық күйінде өзінде мұздай болып тұр. Балапандарым соның өзін жақсы көріп жеп алды ғой, жартысын. Мінекей, осылай морозильникке қалдырамыз. Міне қатып шықты, қараңыздар, морозильникте. Қаласаңыздар осыны қасықпен майдалап бөліп алсаңыздар болады. Міне мен осылай аудардым. Бірінші мороженеміз дайын. Енді екінші мороженені дайындап көрсетейін. Бұнда бананнан дайындаймыз. Кішілеу 3 бананды майдалап турап аламыз. Турап алған бананның үстінен енді 150 грамдай нені құямыз? Қойытылған сүт, изгушонканы құямыз. Бұл енді бірінші жасаған балмұздаққа қарағанда жылдам дайын болатын балмұздақтың бірі. Өйткені оны бананны қатырудың қажеті жоқ, бірден жасай береміз. Неке бұған да мен шоколад қостым. Кез келген жақсы көрген шоколадтарыңызды осылай пышақпен майдалап турасаңыздар да болады.
болмаса үкіштің кішкентай жағынан өткізіп ұсақта жіберіңіздер. Бұл әрине міндетті емес. Біздің қойылтылған сүт сгущенканың өзі тәтті, соның тәттісімен де әдемі болып шығады. Мінекей, шоколадты алып қоямыз да бір шетке. Қазір осы бананды жақсылап езіп аламыз. Енді осы сәтте шоколадты қосып араластырып жібереміз. Байқаған болсаңыздар, бірінші мороженныйға қарағанда екінші мороженый шамалы сұйықтау болып келеді. Дайындаған кезде. Енді әрине бұны мұздатқышқа қойғаннан кейін барлығы бірдей мороженый болып шығады ғой. Мінекей, енді мен бұл екінші мороженныйды осылай стаканға құйдым. Қалған тарелкаға құйдым. Осылай кез келген мороженый таяқшасын немесе осындай ыңғайлы кондитерский таяқшаларды салып морозильникте қатырып аласыздар. Сосын дайын болған мороженныйды стаканды ажырату үшін осылай жылы суға 1-2 рет айналдырып алып тартып қалсаңыздар, міне оңай болып стаканнан ажырап шығатын болады. Қараңыздар. Міне осылай бомба мороженый дайын. Қараңыздар. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Балапандарыма өте қатты ұнады. Енді натуральный балмұздақ үй жағдайында міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей. Қасықты кішкене сулап осылай алсаңыздар оңай алынатын болады. Міне осындай ыдыстарға салып аласыздар қалған бөлігін. Осымен біздің видеомыз аяқтауға жақын қалды. Біздің балмұздақтарымыз дайын. Ұнаған болса жасап көріңіздер. Ас болсын.